2021 жылдың желтоқсан айында Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, аталған жаңашылдықтар 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. Жаңашылдықтарға сәйкес, татуластырушы судья оған талап қою келіп түскеннен кейін 5 жұмыс күн ішінде туындаған құқықтық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының жиынтығын тексереді және көрсетілген мерзімде талап қоюды қайтару не қабылдаудан бас тарту туралы мәселені шешеді. Азаматтық процестік кодекстің 150 бабының 1 бөлігіне сәйкес судья талап қою келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде оны соттың іс жүргізуіне қабылдау туралы мәселені шешеді. Татуластыру рәсімдерін жүргізу барысында талап қоюды қабылдау ол келіп түскен күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде, ал азаматтық процестік кодекстің 73 бабының 1 және 2 бөліктеріне сәйкес сотқа дейінгі хаттама жасалған жағдайда талап қоюды қабылдау ол келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады. Сотқа талап қою келіп түскен кезде татуластырушы судья тараптарға келесі күннен кешіктірмей татуластыру рәсіміне қатысу үшін шақыру мен сотқа дейінгі хаттаманың үлгісін жолдайды. Татуластыру рәсімдерін жүргізу барысында татуластырушы судья тараптарға татуласудың артықшылықтары мен тиімділігі туралы түсіндіріп, тараптардың әрқайсысына өздері сілтеме жасағысы келетін өз дәлелдерін өзара ашып ұсынуды кеңес береді. Егер дәлелдемелерді ұсынған тұлғалар істі сот талқылауына дайындау сатысында ұсынудың мүмкін еместігін негіздесе, дәлелдемелер сот талқылауы сатысында ұсынылу мүмкіншілігі бар. Жалпы тараптарға сотқа дейінгі хаттама жасау арқылы татуластыру рәсімдерін жүргізу барысында өздерінің талаптары мен қарсыластарын негіздейтін дәлелдемелер ұсынған жөн. Бұл оларға қарым-қатынасты сақтауға, моральдық және материалдық шығындарды азайтуға, дәлелдемелер мен дәлелдер алмасуға, сот талқылауының болжамды қорытындысын болжауға, дау бойынша ымыраға келуге, жанжалды сот дауларынсыз аяқтауға мүмкіндік береді. Егер тараптар дауды бейбіт жолмен реттеудің нұсқалары ұсынылған сотқа дейінгі хаттаманы жасау арқылы татуласып, дауды реттеу туралы келісім жасасқан жағдайда, сот ұйғарымымен дауды реттеу туралы келісім бекітіліп, іс жүргізу өндіріспен тоқтатылады.